Сәлем сөзің ағасы, баршаңызға ассалаумағалейкум. Мен Наурбек Яссауи, Бейсенбай Сахариев атындағы Бақытты орта мектебінің 9-шы сынып оқушысымын. Мен сіздерге бақытты өмірінен шыққан әйгілі тұлға Бейсенбай Сахариевтің өмір жолын ұсынамын. Сахариев Бейсенбай Сахариұлы. Сахариев Бейсенбай Сахариұлы 1925 жылы 16 желтоқсанда Бақыт ауылында дүниеге келген. Әкесі Сахари репрессияға ұшырап, Сібірде қайтыс болған. Анасы жаңылған 4 баланы қиыншылыққа қарамастан бағып ер жеткізген. Соның ішіндегі ең үлкені Бейсенбай еді. 1933-1944 жылдары Бақыты мектебінде білім алған. 1944 жылы еңбек армиясына аттанып, Москваны қорғағаны үшін медальмен марапатталған. Әскери қызметтен босаған соң ауылға келіп еңбекке араласады. Семейдің мұғалімдер даярлайтын училищесінде оқып, оны 1949 жылы бітіреді де Крупская атындағы институтқа түседі. Бейсенбай ұстаздық жолы 1947 жылы Бұғбай ауылынан бастау алып, Бақыты мектебінде жалғасқан. Ұлы Отан соғысы жылдары Бейсенбай Сахариев атамыз осы мектепте әртүрлі жастағы балаларды білім нәрімен сусындатқан. 1946 жылы бізге сабақ берді. Сабақ бергенде математикадан қараймын. Мен жанында бір қыз бар болатын, бір салай бала оқыдық. 7 қыз өңгесін ел бала болды. Солардың бәрін оқытып. Ұстаздық қызметінен қатар Қазмудың философия факультетіне оқуға түсіп оқиды. Тума талант иесі және жан-жақты ұстаз Бейсенбай мектептегі алгебра, физика, логика, астрономия, химия, тарих, сызу, сурет, тағы басқа пәндерден шәкірттерге сабақ берді. Физика кабинетін ұйымдастырып, әртүрлі үйірмелерді жасақтап, балаларды туған жеріне, еліне деген қызығушылығын арттырды. 1958 жылы КСР ғылыми академиясының аспирантурасында оқуға түседі. 1962 жылы оны бітіріп шығады. Алматы қаласындағы философия және заң институтына жұмысқа шақырылады. Сол жылы кандидаттық диссертациясын өте сәтті қорғап шығады. Сахариев Бақаншы ауылынан шыққан тұңғыш философия ғылымының кандидаты әрі алғашқы ғалым. Қазақ кеңес энциклопедиясының шығуына көп еңбек сіңірген авторлардың бірі болған. 220-дан астам еңбектері, теориялар, монографиялар жазды. Қазмуде оқу ұстаз болып жүрген кезінде көптеген ғылыми кандидаттарды тәрбиелейді. 1985 жылы көрнекті ғалым Бейсенбай Сахариев 59 жасында ауыр науқастықтан көз жұмады. Ол өзінің өмірін білім саласына арнап, ауыл жастарының болашағына үлкен әсер еткен қоғам қайраткері ретінде еске қалды. 2001 жылы Бақытты орта мектебінің құрылғанына 75 жыл толуына орай тұңғыш философия ғылымының кандидаты Бейсенбай Сахариев есімі мектебімізге ресми түрде берілді.